жігітті мінекей Нұртай Абеков мырза доғылша құлақтап қойыңыздар. Сәлеметсіздер, құрметті лидерлар, құрметті партнерлар. Есімім Нұртай болады. Сіздер сияқты енді сетеуге барлық неден түскен жоқ, аспаннан бәрі сетеуге болып кеткен жоқ. Сіздер сияқты мен де бір кездері сетеуді айтса алаяқтар деп ойлайтын, шыны керек. Қанша сетеуге шақырды, тіркелдім, бірақ жұмыс жасаған жоқпын. 2022 жылы мен спонсорым осы компанияға шақырды. Ол кезде мен Астана қаласында номер 2 мектепте Гасып Қайырбеков атындағы завуч болып жұмыс жасап жүрмін. Астана қаласында директорға резервте тұрдым. 23 жылы мен Астана қаласында директорға отыруым керек болған. И осы компанияға шақырды. Қайынбикенің авторитетіне кірдім. Bir ауыз сөзіне қарамай. Бірақ енді продукцияның бәрі жақсы айтты, жақсы түсіндірді, ақшаны да керемет түсіндірді. Керемет, мен ақша табу хотя бы 200 теңге маған пайда зарплатаға қосымша болды. Себебі менде ипотека мен кредиттің 570 мың болды айына. Алып отырған зарплатамыз 450 теңге менде. Но әйелім алады, оныкі тамақ андай-мындаймен кетеді. Мен еще дополнительно жұмыстан кейін таксовой істеймін. Кредит толтыру үшін. Зарплата аламын, бір аптадан кейін ақшам жоқ. Бір апта емес, бір күннен кейін ертеңді бүгін алдым, таңертең ақшасыз барамын жұмысқа. Не істеймін? Столовыйдан қарызға тамақ ішемін. Сондай мұғалімдердің қатарында мен өттім. Ойладым, осы жерден бір 200 мың теңге табамын дедім, бірақ 2-3 айдан кейін 200 мың емес, октябрь айында тіркелдім, январь айында 1,260,000 алып. Сол кезде мен завучтан кеттім, отказ бердім. Заявление жатты, завучтан отказ бердім. 23 жылдың уже апрель айында уже айлығым 1,5 миллионнан түскен жоқ. 1,5 миллион, 2 миллионға дейін барған күндер болды. Әйеліміз екеуміз осы компанияға кірген. Толықтай заявление жатты, жұмыстан кеттім. Енді бұл жерде ең бірінші менің спонсорым, негізі сіздер шақырған адамның не айтады, соны істесеңіздер болды. Басқа түк те жоқ, түк те ойлап, түктен нетіп қажет емес, форма ойлап қажет емес. Өйткені сізді шақырған адам сізге үйретеді, ол өзінің жіберген қателігін, осы жетістікке жеткендіге дейін қателігін сіздер жібермесін дейді. Шақырған адам сізді ақшаға шығаратын сол адам. Шақырған адам сізге офиста кел деді ме, яғни сіз офиста болуыңыз керек. Шақырған адам сіз істесеңіз ақша тауып жатыр, істемесеңіз ақша тауып жатыр, ол сізге қарамайды. Ол тоқтамайды уже. Мысалы мен артынан келдім, мен артыма тоқтамайын кете беремін. Маған алдыма келді бір адам, мынаған кісіге айттым, жоқ дедім де, мына жерде тағы бір адам тұр. Оған барам. Ол жоқ дедім, мына жақта тағы адам бар. Айланам, круг, бір жыл круг бітеді ғой, қайттан мынаған келемін. Мынаған келген кезде мен сотымдағы шегімді көрсетемін. Міне мен. Сен осы уақытқа бір жыл өтті, бір жылдың ішінде сен қандай табысқа жеттің? Мен қандай табысқа жеттім? Бір жыл бұрын сен маған осыған шақырған кезде сен күлдің маған осы компанияға. Лақатымын деп, иә? Мен табысым қара, сен табысың қара. Рас қой ол. Енді осы компанияға келгенде 3 жыл жұмыс жасадық, сол 3 жылдың ішінде жеткен жетістігіміз. Енді бұрын мектепте жұмыс жасап жүргенде мен постоянно айтамын, Алакөлге барып мәз боламыз деп. Бір рет Алакөлге барып келеміз, ақшамыз болса, 60 ойда. И одан кейін Астанаға барамыз, ойбай Алакөлде демалып келдім деп мәз. Коллектив қайтып отырамыз. Ал енді мына жерге келдік. Енді Алакөлге де бара алмай жүргендер бар ғой, мына тұрған семейдің өзінде тұр. Мына жерге келдік біз. Осы жерден, осы компаниядан 3 жылдың ішінде 2 квартира алдық Астанадан. 2 машина алдық. Осы биыл февральдан бастап біз шетелге шығуды бастадық. Турциядан бөлек. Февральдан бастап осы уақытқа дейін 11 мемлекетте болып кеттік. Соңғы 2 айда қатар-қатар 15 күннен шетелге келдік. Даже үстіміздегі загар кетіп үлгерген жоқ шыны керек. Ол не дейді? Яғни сетевой маркетингте үлкен ақша табыс бар деген сөз. Тек қана алға мақсат қойыңыздар, алдыдағы барьерді алып тастаңыздар. Сіздің арман мақсатыңызға, сіздің артыңыздан жоқ деген адам, мен сіздің артыңыздан бармаймын деген адам, сіздің арман мақсатыңызға ол сізді апармайды. Сіз алға қойған арман мақсатыңызға өзіңіз жетесіз, біреу арқылы емес. Сіздің кошелегіңіз, анау сізге жоқ дедім, оның кошелегі өзінде. Сіздің кошелегіңіз өзіңізде. Менің кошелегім өзінде. Енді көп жағдайда адамдар мотивация іздейді. Сіздерде қазір мысалы мотивация алғыларыңыз келіп отыр, иә? Осы компания туралы өздеріңізге кішкене оятып алсам деп. Мотивация сіздердің жан дүниелеріңізде, іштеріңізде тұр.
Менің мотивациям, Дәулеттің мотивациясы, Жолдасбек мырза мотивациясы ол ол кісілердің өзінің жеке мотивациялары. Менің мотивациям қазір айтылған сөз осы жерден шығады. 3 күн может жүрулеріңіз мүмкін. Ой, Нұртай сөйтіп көтеріліпті деп. Одан ол қалады. А сіздер мотивация дейтін, сіздер үйден шықтыңыздар, элементарно да, шаңыраққа қараңыздаршы. Нені ауыстыру керек? Телевизор ауыстыру керек мысалы. Неше түрлі телевизор шығып жатыр да? Оны алу үшін не керек? Ақша керек. Вот мотивация. Немесе шаңырақта ауыстыру, немесе үлкен болсаңыздар, немерелеріңіз өсіп келе жатыр ма? Немереңізге бір конфет емес, бір снекерс емес, бір баунти емес, мороженое емес, немереңізге апамның алып берген үйі деген қандай керемет. Немерелеріңізге үй алып беретін жағдайға жетіңіздер. Астанада менің спонсорым уже немерелеріне үй алып беріп жатыр. Амангүл Сапарғазина менің личный спонсорым. Сондай дәрежеге жетуге болады. Просто мидағы барьерді алып тастаңыздар. Тек қана алға, біреу жоқ деді ме келесісі бар. Мысалы мен осы компанияға келген кезде менде окружением барлығын достарым айтын, коллегаларым айтын, туыстарым айтқан кезде әлі есімде менің бауырымның ұлы, мен кішкене ол 7 оқимын сол кезде 8 оқимын. Мен информация беріп отырсам бүйтеді, лапшаны іліп отыр дейді, Асқардың ұлы. Мамасына айтты, мама дейді, мама деген қарап қалдым дейді, лапшаны іліп отыр Нұртай дейді. Мен тоқтаған жоқпын, айта бердім. Достарым күлді, коллегаларым күлді. Мен сол кезде бір күні Астанада жатқан кезде ойладым мен. 2 литр пакет алдық қой біз әйеліміз екеуміз. Біз неменеге кірдік? Қолымыздан келмейді деп. Одан тағы да тоқтаған жоқпын. Ол сол күн қалды. Адам основном кешкі уақытта ойлайды. Кешкі уақытта қырып жұмыс жасап тастайды мысленно. Или кешкі уақытта неге де түсіп кетеді? Депрессияға да. Основном басталатын сол жатқан кезде. Сол кезде мен тағы бір ой келді. Мен неге солай ренжіп жүрдім де, тағы айттым адамдарға, тағы жоқ дейді. Основном коллегаларым. Енді круг сол жерде жүрдім де, өйткені таңертең келемін, кешке бірақ шығамын, дауыс болып жүрген кезде. Одан бір күні келдім де, мен неге оларға ренжимін деп өз-өзіме сұрақ қойдым. Неге мен оларға ренжимін? Они не обязаны за мной идти на бизнесқа келуге. Когда мен осы бизнесті бастаған кезде, олар маған сөз берген жоқ, Нұртай, давай, баста, біз сенің артынан кетеміз, үлкен команда құрамыз деп. Айтқан жоқ қой. Значит, они не обязаны за вами идти. Это ваш бизнес. Значит, сіздер бұл сіздің бизнесіңіз бұл. Яғни, оларға ренжімеңіз. Яғни кошелек сіздікі олардікі емес. Мен сол кезде айттым Индираға, жолдасыма. Это значит наш бизнес, мы должны взять и доказать, что тут деньги есть и все. Біз дальше кете бердік. Тоқтаған жоқпыз. И соның арқасында қазір сол кезде сол адамдар, ой, Нұртай, зачем андай десе біз тоқтап қалсақ, мынандай жетістікке жетпей, осы жерде тұрмас едім мен. Сол ипотекамды төлеп, кредитімді төлеп, сол налогыға жылына 1 рет барып келіп, мәз болып сол жерде отырушы едім. Мектепте жүрген кезде мен ойладым, мен зона комфортадамын деп. Зона комфорта ол көп ойлайды, жұмыс орны бар, отпускной төлеп жатыр, больничный төлеп жатыр, өкімет сізге жағдай жасап отыр, иә? Ай сайын уақытында ақшаңызды алып отырсыз. А зона комфорта емес, оказывается, мектеп. Там я просто выживал. От зарплаты до зарплаты, зарплатадан жеткен жоқ. Даже элементарно қызымның айтқан киімдерін алып беретіндей жағдайымыз болған жоқ. Шыны керек. Кейде кезде қызымның айтқан күндері де бар әлі есімде. Жалғыз қыздарына түкте алып бере алмайсыңдар ма деген. Енді, оказывается, зона комфорта деген міне, осы жер зона комфортадан мен. Неге? Өйткені мен кеше мысалы бұл жаққа келгенде планда болды, бірақ қалай барам, машинамен барам, может таксимен барам деп жүрдім. Кешкісін билет алдым да келе салдым самолетқа. Это бұл не айтады? Яғни менде возможность бар ондай. Мен қазір осы жерден самолет болса, қазір Астанаға или Алматыға ұшып кететін жағдайымыз бар. Мысалы Дәулет мырзада да, Жолдасбек мырзада да бұрын айтатынбыз өзіміз бала кезімізде күліп те айтып жүрдік қой. Обедті неден ішейік, Дубайдан ішейік, завтракты неден ішейік, ужинді Турциядан ішейік деген сияқты. Тура соған келген уақыт зона комфорт екен. Сіз өз-өзіңізге нетпейсіз. Қайда барам, не жеймін, не киемін, ақшаңыз бар. Это зона комфорта. А так, от зарплаты до зарплаты люди выживают просто. Енді осы жолы біз Европада болып келіп, сол кезде осыны айтып отырсық. Кешкісін лайнермен жүрміз ғой, кешкісін мысалы Римнан тамақ іштік. Кешкісін ужинді Римда іштік, таңертең тұрмыз, Марсельде жүрміз. Марсельде, завтрак Марсельде ішіп отырмыз.
Завтрак Марсельде іштік, ужинімізді Марсельде іштік, кеттік, ертеңінде Барселонадан обед ішіп отырмыз. Вот зона комфорта. Барлықтарыңыз қолынан келеді. Мысалға, Дәулет мырза, Жолдасбек мырза, үлкен статустағыларымыз, иә? Олардан сіздер ешқай жерлеріңіз кем емес. Олар ішкен сіздер ішесіздер, олар ішкен оған сіздер ішіп отырсыздар. Тек қана бұлардың бір сіздердің ерекше қасиеті, бұл кісілер ештеңеге тоқтаған жоқ. Бұл кісілерде армандары болды, жетістікке жетем деген нелері болды, мақсаттары. Соған жетті, бірақ жетіп қана қоймай, онымен тоқтап қалған жоқ. Дәлше артынан ерген халыққа қолынан келгенше көмегін жасап жүр. Мысалға, қазір бір любой адамды алайықшы, қолына миллион берекші, қалтында кетеді ғой, 5-6 күн. 5-6 күннен қайтып келеді. Өйткені ол миллионды дұрыс ұқсата алмайды ақша, ондай ұстап көрмеген адам. Сондықтан қорықпаңыздар, кішкене қатты айтсам ренжімеңіздер, бірақ жетістікке жету үшін қолдарыңызда барлық нәрсе өз қолдарыңызда. Енді сетевойға келетін болса, адам шақыруға келетін болса, бірінші очередь, продукция сетевой компанияда продукцияның барлығы 100% жұмыс жасайды, оған сөз жоқ. Просто бірінші мен айтатын көп жағдайда сіз авторитетіңізге келеді адам. Бірінші очередь сіздің авторитетіңіз қаласыз. Яғни сіздің авторитетіңіз кімге сөзіңіз жүреді, сол адамнан шақырыңыз. Кімге сөзіңіз пока жүрмейді, ол адамға айтпай тұра тұрыңыз. Кімге сөзіңіз жүреді, сол адамды шақырасыз, сонымен команда құрасыз, команда құрылады, сізге чек аласыз, командаңызды өсіресіз, одан кейін ана адамға барасыз, или бармасаңыз ол адам өзі келеді сізге. Сен не істеп жүрсің? Қазақта, мен семейден қарағанда Шымкент жақтың қызығам 39-ға тіркелді ме бір үлкен кісі, иә? Артынан бір көршісін алып келді ме? Көршісін айтады, сен қаншаға тіркелдің 39 десе, біз айтамыз ғана 39 тіркелді, анау 39. Аналар, олар жоқтар, басеке. Сен 39 тіркелсең, мен 115-ке тіркелемін дейді. 115-ке тіркелсе, ана келесі кетті, мен вип пакетті аламын дейді. Бірақ қазақты артқа тартатын қазақ. Соны ұмытпау керек. Сізге көп жағдайда жоқ деп айтады, сол адам сіздің өскеніңізді қаламайды. Ең бірінші сізге сынақ кімнен келеді? Туыстардан келеді. Сіз өзіңіз жақсы көретін адамдардан келеді. Сіз элементарно магазин ашыңызшы, бір домның астына. Сізге ең жақын адам, досыңыз болсын, туысыңыз болсын, сізге айтады. Зачем сен магазин аштың? Анау жерде магазин толып тұр, мына үйдің астында. Сен неге кафе ашпадың, немесе ресторан неге ашпадың? Магазиніңіз банкрот болып жатқан кезде, мен саған айттым ғой, саған кафе аш деп. Солай сөйлеп тұр. Ең жақын адамдарың. Элементарно, ер азаматтар машина алатын болса, Мерседес алыңызшы. Бір жігітке айтып тұрады, досыңыз. Мерседес зачем алдың, BMW неге алмадың? Мерседес сынып ана шұқылап жатқан кезде, анау артына күліп қарап тұрып, мен саған айттым ғой, BMW алдым. Бізде ең бірінші, ең жақын адамдар көре алмайсыздар, өскендеріңіз. Ең жақын адамдарыңыз сізге жоқ дейді. Бұл өтірік дейді. Сен тапқаныңды көрейін, сіз тауып ақша тапқан кезде айтады, өй сен уже ерте баста кеттің, біз бастағанша уже қайда дейді. Сен бай болсаң білеміз. Иә, сен бай бол, біз одан көріп. Сіз байған кезде олар келді, уже бізге поздно. Жалқауды сылтау өтпейді дейді ғой. Алға қарай жүре беріңіздер, жетесіздер барлығына. Компания 100% өнімдер халал, заводын көрдік, ақшасы, енді ақша келетін болса, түскен компанияға 1 миллиард теңге түсетін болса, соның 68% ақшасы халыққа зарплата болып қайтарылады. 68-де 32-ге жұмыс жасайды компания. Ешқандай компания Қазақстанда 68-де 32-ге жұмыс жасамайды. 68% түскен ақшаны халыққа төлейді компания. 32% өзіне алады. Ол 32% ішіне заводтағы жұмысшылардың зарплатасы кіреді, логистика кіреді. Одан заводқа алатын шикізаттар кіреді. Больше береді. Сондықтан больше болғанның арқасында Қазақстанда 14 вице-президент бар. Ең азы 9-10 миллион алды. Қолдарыңыздан келеді барлығы. Сұрақтарыңыз бар ма?